Қолдан жасалған қасірет, асыра сілтеу, ақырып теңдік сұраған, ақ таңдақтар ақиқаты, ұмытылмас жандар. Қарағанды облысы ішкі саясат басқармасы ұсынады. Алпысбаев Махмұт 1902 жылы туған. Туған жері Қарағанды облысы Қу ауданы нөмір 10 ауыл. Білімі бастауыш деп жазылса да, әкесі Меккеге барып қайтқан Алпысбай қажы баласын оқытқан. Қамауға алынғанға дейін Қарағанды облысы Қарқаралы ауданы нөмір 10 ауылында тұрған. Ауыл төрағасы болып сайланып, ауылдық кеңеске басшылық етті. Алпысбаев Махмұт РСФСР қылмыстық кодексінің 58-10, 58-11 баптары бойынша әкесі байдың тұқымы деп жалған жазаланды. Жасы 35-те ғана болған кезде 3 күннің ішінде Қарағанды облысы НКВД-ның шеміне сүйеніп, 1937 жылы ату жазасына кесілді. Жерленген жері де белгісіз. 28 қазан күні атамызға НКВД-ның адамдары келіп алып кетуге келген кезде әжеміз, Сапай әжеміз кішкентай қызын 8 айлық бесікте емізіп отырған екен. Сол кезде НКВД-ның адамдары келген кезде әжеміздің қатты шошынғаннан жүрегі жарылып, о кісі о дүниелік болып кеткен екен. Сол кезде атамызды алып кеткенде 4 баласы жетім қалған екен. Ең үлкені біздің әкеміз Нұрділден Ғосман, одан кейін 12 жаста ұлы Рымбек, 9 жаста ұлы Кәри, жаңағы бесікте жатқан 8 айлық қызы Бәдіғұл. Содан бір күнде 4 бала әкесінен де, анасынан да айырылған екен. Өте бетті адам болған екен. Өте жүректі адам болған екен. Жүрегі сондай үлкен жұмсақ адам болған екен. Ол кісі сондай бір мұқтаж адамдарға әрдайым қолын беріп, тығырықтан, проблемалардан шығаруға жол іздейтін, соларды шығаратын адам болайық екен. Екіншіден, атамыз туралы біз естіген мағлұмат ғылыми практикалық конференция болып, сол боқты көтерілісіне қатысқан қазақтарды, біздің ата-бабаларымызды, оның ішінде біздің атамыз Алпысбаев Махмұт туралы айтылады. Сол адамдардың бәрі үлкен құрметке ие болған адамдар екен. Сол қазақ халқына басына түскен ауыртпашылықты көтерген бірегейлері әйелдер. Сол әйелдердің бірі біздің әжеміз Қадиша әже. Қадиша әже еліне танымал Сиқымбай қажының баласы болған екен, қызы болған. Сиқымбай қажы дәулетті, арқаға белгілі қажы болған. Мені осы Сиқымбай әжеміз өзінің қызы Қадишаны ұзатқан кезде жасауын беріп, үлкен кең қанатты, 12 қанатты ақ киіз үй берген екен. Сол киіз үйді кейін Совет үкіметі орнағаннан кейін Совет үкіметінің сайлауы болатын боп, өкілдер жаңа киіз үйді сұрап келеді. Сонда Сиқымбай атамыздың қызы Қадиша әжеміз ой, бұндай сайлау өткізе алмайтын өкіметіңнің басына ұрайын деген сөзді айтқан екен. Осы сөз үшін Қадиша әжемізді 10 жылға соттап жіберген. О кісі өзі 10 жылға сотталып, осы Карлаққа келіп отырған екен. Артында қалған бағанағы аталып кеткен 14 жасар атамыз, Осман атамыз, әкей біздің қазіргі. Сол кісі артынан өзі Сталинге деген хат жазып, әжесін ақтап алған екен. Карлақта 1 жыл 2 ай отырғаннан кейін әжеміз аман есен еліне оралып та ақталып.
Алпысбаев Махмут атамыз жөнінде, осы кісінің ісі жөнінде біз ізденіс жасадық. Сол ізденісті біз ДКНБ Қарағанды облысына сұрау хат жолдадық, және Қарағанды облысының мемлекеттік мұрағатынан отырып, сол жерде материалдарды іздедік. Сондағы бізге ДКНБ-нің берген архивная справканы оқысақ, атамызға қойған жала. Сол жалада былай жазылған екен: Бай Хаджының баласы делінген екен. Ол кісі үкіметке қарсы жұмыс жүргізген және диверсиялық ұлтшыл ұйымның мүшесі болған делінген, және колхоздарды құлдырату жұмыстарын жүргізген. Сол ұйымға жаңадан мүшелерді тартып отырған деген жала жабылған екен. Содан 1957 жылы қайтадан іс қаралып, сол іс қаралғанда мынандай фактылар анықталған екен. Ол кісі куәландырған екі куәгерді шақырған екен. Сол куәгерлердің берген куәгерлік мәліметтер жоққа шығарылып тұр. Өйткені жаңағы шақырылған Иманали Нұржан деген куәгер 1937 жылы ол кісі қаңтар айында қайтыс болған екен. Атамыз Алпысбаев Махмут 1937 жылдың 28 қазанында ұсталынған. Сонда ол кісі ешқандай куәгер болмаған. Сонда бұл ойдан шығарылған факт болып отыр. Сонда Алпысбаев Махмут атамызды 28 қазан күні НКВД-ның адамдары ұстап алып кетіп, 58 баппен қараша айында соттап, сол 1937 жылы ешқандай куәгердің өтірік көрсетіліммен шындыққа шығарып, ол кісіні ату жазасына кесіп, сол ату жазасы үштіктің шешіммен іске асырылған екен. 1937 жылдың 28 қазан күні атамыз Алпысбаев Махмутты НКВД-ның адамдары ұстап әкеткеннен кейін, жан-жақтан атамның балаларына және туыстарына түрпектер басталған екен. Жаудың тұқымы, халық жауының тұқымы, халық жауының балалары деген. Содан жаңағы әкемізді асырап алған Алпысбаев Махмут атамыздың ағасы Нұрділда және тапсырып кеткен апайы Хамиля балаларды алып Қарағанды жаққа кетіп қалған екен. Содан ол кісілер Қарағанды қаласында біраз тұрып, содан 41 жылы әкеміз Нұрділдің Ғосман Қарқаралыдағы Завет техникумын бітіріп, Емлақ ауданына, енді ол кезде Қу ауданы ғой, сол жерге жолдама беріп, сол жаққа жұмысқа жібергеннен кейін, ол кісілер Қарағандыдан Емлақтың басына көшіп келген екен. Содан енді әкеміз өзі айта қоймайтын, анамыз айтатын, әкемізді ылғи халық жауының баласы деген кедергі ылғи жұмысында да, барлық жерде де ылғи тосқауыл болатын. Ол кісіні партия қатарына алмай, ол кісі партияға өткізгесе де, жұмысын қанша жақсы істеп тырысса да өткізбей қойған екен. Содан 1957 жылы ғана әкеміздің әкесі Алпысбаев Махмутты ақталды деген үкім шығарылғаннан кейін ғана әкемізді партия қатарына алған екен. Содан бастап қана әкемізге көзқарас кішкене жұмсарған екен. Бірақ сонда да Егінбұлақ Қу ауданының төңірегінен әкемді әр қарай қанша жұмыс істесе, еңбектенсе де ол кісіні әр қарай жоғарылатпаған екен. Облысқа да сондай ұсыныс болған екен, облысқа шақырайық деп. Бірақ халық жауының баласы деген ат сонда да өмір бойы әкемнің соңынан қалмаған екен. Бұтақтары бәйтерек сияқты жайылып, біреуі ұстаз, біреуі дәрігер, біреуі бизнесмен сияқты сол әкеміз, шешеміз берген өсиетті, тәлім тәрбиені сол өзіміз балаларымызға, немерелерімізге жалғастыруға тырысамыз.
Мынау сталиндік репрессияға тек қана біздің атамыз ғана емес, бүкіл жанұясы ұшырады ғой. Сонда да олар өзінің өмірлік қиындықтарын көрсетпей, балалық шақтарымызды бақытты қылды. Болашағымыз жарқын болсын, еліміз тыныш, жұртымыз аман болып, бейбітшілік заман болсын. Қазақстанымыздың туы қыран боп самғай берсін.